вообще себепсіз біреу гүл сыйлап көрдіңіздер ма? Бүгін біз соны бір тест жасағымыз келіп жатыр. В общем, ол кипиш болып жатыр. Ашу басыла ма, басылмай ма көреміз. Барлығы евро гүлдер, то есть Европадан келеді. Бірінші рет өзім өмірімде ешқандай себепсіз гүл беріп көрген деп жатырмын. Сырласасың ғой, в общем, отыр. Закира шығып, культпен машина ашып, футболка машинаны алғаш тегіз келіп тұрғансың да маған. Түсінбесе де ешкім күнде Сәлем, қаскелеңдер, қалдарыңызға. Сіздер вообще себепсіз біреу гүл сыйлап көрдіңіздер ма? 8 март емес, туған күн емес, немесе тағы да басқа бір арнайы күндерден бөлек. Не, бүгін біз соны бір тест жасағымыз келіп жатыр. Менің конкретно жұбайым, менің махаббатым қалай оны қарсы алады екен, соны тест жасаймыз. Оған бізге көмек ретінде романтик гүлдер салоны. Ішіндегі ең керемет деген қазір роза гүлінен таңдаймыз да, и эмоциясын қарайтын боламыз. Но егер қызық болатын болса, до конца көрсем болады. И прикиньте, чтоб әйеліміз біліп қоймас үшін не істедік білесіз ме? Мен обычно азанда 1 сағат пробежка немесе жүріп қайтатын. Но бүгін күндіз жүрдім. Оған, в принципе, киімді көрсеңіздер болады. И реально полный терлегеннен кейін осы футболканы ауыстыру үшін әйелімізге машинаны жібертіп алдырайын деп жатыр. В общем, ол кипиш болып жатыр. Бірақ енді қазір гүлді алып барған кезде ашу басыла ма, басылмай ма көреміз. Кеттік гүлдерді таңдайық. И қуанышымызға орай біз гүл сыйлаймыз дедік қой, романтик гүлдер орталығына келдік. Барлық гүлдер бар. И ең қуанатын дүние барлығы евро гүлдер, то есть Европадан келеді. И евро ойыншықтар бар. Енді оны бөлек. Не сыйлағыңыз келеді, өзіңізге байланысты. Но мен қазір қызыл роза гүлдер таңдадым. Кеттіген сол роза гүлдерді өзіміз жинайық. бәрін жеңепсің сен көрімде. В общем, мен футболка по идее өзім үйден алып келгенмін. Соны біледі ғой негізінде, соны ашуланып отыр үйден. Қазір көреміз, енді гүл бергеннен кейін ашылып бастатын шығар. Бірінші рет өзім өмірімде ешқандай себепсіз гүл беріп көрген деп жатырмын. Егер саған да бұл сезім челлендж қызық болатын болса, кел и гүл беріп көрсең болады. Енді маған столдың артына шығып гүл тазалауға да мүмкіндік бер. Сол үшін бұл процесс біраз ұзақ болып қалады деп үрлейді екен, короче. Егер сен не берерін білмей жатсаң, адамдарға гүл таба алмай жатсаң, или гүлді солып қалады дейтін болсаң, романтикке келіп, мындай евро ойыншықтарды алсаң болады екен. Мен ойымша, бұлар кем дегенде 1 жыл тұратын сияқты. И сырласасың ғой, үшін отыр. Сен көрім. Біріншіден әйеліме бермес бұрын. Қазір Мерей деген басасын береді. Соның эмоциясын бір көрейік. Сосын барып, оның комментариясын алайық. Сосын дальше көреміз. Достар, мен қазір өзіміз үйімізге емес. Әйелім сәл ашуланған, жаңа футболканы алып шық дегенде. Сөйтіп олар қазір өз достарымен басқа бір үйде жүр, менің классасым болмыз. Соған дейін алып барамыз. Қызық болады сияқты қазір. Бұл жерде романтик не рекламасы емес, жалпы просто себепсіз гүл сыйлай беріңдер. Бұл жердегі ең қызық нәрсе, Закира шығып, культпен машина ашып, футболка машинаны алғаш тегіз келіп тұрған сонда маған ше, далаға шығып алып беру деген жоғынан. Сол, сау болыңдар.